Сәлем достар. Тарихқа көз жүгіртсек, қазақ қоғамында үлкен тойлар, ас беру, салтанатты іс-шаралар көбінесе бай, ауқатты отбасылар ғана жасай алатын нәрсе болған. Бұл әлеуметтік мәртебенің, байлықтың көрсеткіші еді. Кедей отбасылар ондайды жасай алмайтын, себебі ол үлкен шығынды талап ететін. Адамның мүмкіндігіне қарай той жасалатын, ешкім ренжімейтін. Ал қазірше? Қазіргі заманда байда, кедейде барлығы үлкен той жасауға тырысады. Үлкен туған күн, үлкен үйлену тойы, үлкен шаралар бұл қалыпты тіпті міндет сияқты болып кеткен. Неліктен? Біріншіден, қоғамдық қысым мен дәстүр. Басқалар жасады, мен де жасауым керек деген ішкі қысым. Туыстар не дейді, достар не ойлайды деген қорқыныш. Екіншіден, несие алу мүмкіндігі. Банктер той жасау үшін 10 ай несие береді. Адамдар өз мүмкіндігінен тыс шығынға барып, кейін жылдап төлеп жүреді. Үшіншіден, әлеуметтік желілердің әсері. Инстаграм, тикток, теледидар бәрі жарқыраған тойды көрсетеді. Адамдар сол көргеніне ұмтылады. Той жасау жаман емес, егер сізде күнделікті қажет шығындардан артылатын еркін қаражатыңыз болса, бұл өте жақсы. Әрине жасаңыз. Бірақ тек міндет үшін, ұят болмас үшін, жұрт не дейді деп жасау, бұл өзіне опасыздық. Қазақстанда бір жасырын саясат бар. Егер туыстарың, достарың сені қонаққа, туған күнге, әлде тойға шақырса, сен міндетті түрде баруын керек сияқты. Бармасан ренжиді, саған деген көзқарасы өзгереді. Бірақ тек бару ғана емес қой, сыйлық апару, ақша беру де бар. Қазір көп жерде адам басына 25 000 теңге деген түсінік бар. Мысалы, бір отбасынан 4 адам барса, 100 000 теңге апару керек. Бұл бұрынғыдай 10 000 емес, бұл шын мәнінде үлкен сома. Мен бұл саясатпен келіспеймін. Неге десеңіз, әр адамның қаржылық жағдайы әртүрлі. Біреудің үйінде жөндеу жүріп жатыр. Біреудің баласы шетелде оқып жатыр. Біреудің дәл қазір маңызды мақсаты, приоритеті бар. Қазіргі заманда бізде тағы бір теріс түсінік бар. Адамда көп ақша болуы керек. Әйтпесе ол сәтсіз адам деген түсінік. Бұл дұрыс емес. Ақша ресурс. Бар болуы мүмкін, болмауы мүмкін. Ақша сенің жүрегіңді, адамгершілігіңді анықтамайды. Біреу бай болуы мүмкін, себебі солай өскен. Біреу енді ғана үйреніп жатыр. Жолда келе жатыр. Сондықтан біз мына ойды өзгертуіміз керек. Бай болу міндет емес, өзін болу маңыздырақ. Біз қарапайым адамдармыз. Құдай бізді бұл өмірге бір-бірінде ақшаға өлше, салыстыр деп жіберген жоқ. Сенің туыс жұртпен қарым-қатынасың ақша мен сыйлыққа байланысты болмауы керек. Адамдар көбіне қорқады. Егер мен бармасам, енді мені шақырмайды, мені ұмытып кетеді, мен жалғыз қалам. Сен ешқашан жалғыз қалмайсың. Интернет, клубтар, жобалар, жаңа орта барлығы бар. Тек өзіне шын бол. Меніңше шындықты айта алмайтын туысқандармен болғаннан гөрі жалғыз болған жақсы. Малайзияда адамдар көпшілік мерекелерді қарапайым әрі ұтымды түрде атап өтеді. Діни және мәдени құндылықтар қарапайымдылық пен қаржыны ақылмен басқаруға мән береді. Ірі діни мерекелер кезінде ашық есік дәстүрі кең таралған. Бұл адамдардың тойлау тәсілі. Мұнда жеке мәртебеден гөрі қауымдастық пен бөлісудің маңызы жоғары. Ең кең көлемде тойланатын көпшілікке арналған мерекелер бұл Хари Рая Айдил-Фитри, Қытай жаңа жылы, Дипавали. Оған кез келген адам, достар, көршілер, тіпті бейтаныс адамдар да келе алады және бірге дастарханнан дәм татады. Қорытындыласақ, өзін болудан қорықпа. Сен бұл өмірге біреуге ұнау үшін келген жоқсың. Сен бұл өмірге шындықпен өмір сүру үшін келдің. Сен өзін болуға хақың бар. Ашық болайық, бір-бірімізге түсіністікпен қарайық. Тыңдағандарыңызға рахмет. Егер бұл подкаст сіздің жүрегіңізге жетсе, бөлісіңіз, шындық үнсіз қалмауы керек.